Кеше Кеннет Брананың Нілдегі өлім фильмін көрдім. Жанры детектив, Агата Кристидің соқпағы, сарыны, дыбыстар леуіне әңгіме жоқ, актерлік құрамға сұрақ жоқ, операторлық жұмыс тамаша. Тек экстерьер пландардағы компьютерлік графикасы олақтау демесеңіз, сценарийдегі атмосфералық қысымы басымдау фильм екен, өйткені кемедегінің жаны бір. Әсіресе сол кемеде кісі өлімі болса тіптен. Сондай-ақ кемедегілердің мақсат екеуі екен. Біріншісі тірі Линнет Редуэйдің оң қабағына ілініп оның байлығынан үлес алу. Екінші мақсат өлі Линнет Редуэйдің өліміне айыпталмай, күдіктілер тізіміне ілінбей жағаға аман шығу. Енді детектив жанрының ерекшелігі сол, автор мен көрерменнің арасында кімнің ойы ұшқыр екен деген осындай бір сайысқа түседі ғой. Соған қарамастан фильм жақсы. Байлық бақыт емес, әсіресе байлық себеп болған достық бақыт әкелмейтіні анық. Енді осыны ұғып алайықшы. Жалпы малың барда зөңгілес болған адам әлі шын досың емес секілді. Ертең тар жерде ер тоқымын сұрай ма, сұрамай ма, мәселе осы жерде жатыр. Әлбетте, Кеннет Брананың режиссурасы логикаға сыйып тұр, бәрекелдіге сұранып тұр. Қысқасы, Нілдегі өлім детектив жанрының ортасынан ойып тұрып орын алатын орта фильм.